Мен Исабеков Танабек Ержанұлы праймеризге қатысамын. Мемлекетіміздің тұрақты дамуы мен өркендеуін қалаймын. Еңбек жолын мемлекеттік қызметтерді көрсету мен халыққа қызмет көрсету саласына арнап келемін. Осы жолда алған тәжірибе мен білімді туған өлкемнің көркеюіне жұмсағым келеді. Экономика, заң, қаржы, жерге орналастыру саласында жоғары білім алғанмын. Түрлі салада елімізде және шет елдерде біліктілігімді арттырдым. Менің кандидатурам таңдалған жағдайда алдағы қызметімнің басымдығы ретінде цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын іске асыруды жоспарлап отырмын. Шымкент қаласы да өзінің экономикалық салаларын цифрлы форматқа ауыстырып, ақылды қалаға айналуы қажет. Менің сайлау алды бағдарламам нақты 4 бағыттан тұрады. Бірінші бағыт қаламызда бизнестің дамуына үлес қосу. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың жаңғыртуға, ауқымды шетелдік инвестицияларды тартуға ықпал ету. Білім саласында мектептерге бейне бақылау камераларын орнату, мұғалімдердің жағдайын жасау, жалақыларын көтеру, тұрғын үй мәселелерін шешу, жалпы мұғалімдердің мәртебесін көтеру, денсаулық сақтау саласында жедел жәрдем қызметін жаңғырту. Екінші бағыт электронды қызмет түрлерін дамыту. Халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы тұрғындарға көрсетілетін мемлекеттік қызмет түрлерінің сапалы және бекітілген мемлекеттік стандарттарға сәйкес болуына ықпал ету. Тұрғындарға көрсетілетін қызмет сапасын арттыру, қоғамдық көлікте электронды билет жүйесін енгізу, ақылды автотұрақ жобаларын іске асыру, әлеуметтік қамсыздандыру саласына бірыңғай әлеуметтік ID картасын енгізу жобасын қолға алу. Үшінші бағыт қауіпсіздік қала бағдарламасын іске асыру. Учаскелік полиция инспекторларының мәртебесін көтеруге ықпал ету. Шағын аудандар мен тұрғын алаптарда патрульдік полиция қызметінің тәулік бойы қызмет атқарылуына бақылауды күшейту. Қаланың 4 аудандағы полиция басқармаларында бір терезе қағидаты бойынша фронт офистердің ашылуына ықпал ету. Мектеп оқушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Төртінші бағыт Шымкент қаласы Абай ауданындағы өзекті мәселелерді шешу. Сайлау алды бағдарламамда қамтылған әрбір міндет орындалады деп нақты айта аламын, және сіздерге берген уәдемді орындауға барлық күш қайратымды, өмірлік тәжірибемді жұмсаймын. Барлық праймеризге қатысушыларға сәттілік тілеймін.